Армысын эфирде әдеттегідей дәл осы уақытынан жанылмай шығып тұратын жұлдыздар құпиясы бағдарламасы. Сіздермен бірге әрине мен, Мұхит Сапарбаев. Бүгінгі тақырыбымыз спортпен айналысатын жұлдыздар. Эфирден алыстамаңыздар. Спортпен айналысуда бірінші көзге түсетін сері Очоу алдына жан салмай тұр. Ол әр күні спорт залдан сүйре жүктеп, салауатты өмір салтын насихаттаудан тайынбай келеді. Қараңыз. Очоудың спорт залындағы мығым денесіне көз тойдырып үлгермедіңіз бе? Ендеше асықпаңыз. Біз сіздер үшін спорт залында түсірілген бейнематериалдарды да дайындап қойдық. Сенбейсің, сен маған сенбейсің. Алысы өз ойыңмен бекер кетерлейсің. Мендегі көз қараспен санаспайсың. Мың түрлі сұрақ қойып тергейсің, ау тергейсің. Бір уақыт түсінуге ойыңды білмейсің. Себебі сен шындықты мүлдем көрмейсің. Әнші Айқын Төлепберген әр кезде сымбатына мән берумен келеді. Бұл сөзіме дәлел әншінің спорт залындағы мына кештері болмақ. Тек алдын ала айтып қояйын, Айқын Төлепберген спорт залындағы фотоларын желіге жиі жүктей бермейді. Актер, әнші Артур Төлепов та өзінің сымбатты денесімен мақтанатын жұлдыздардың қатарынан. Ол әрдайым шыныққан денесін көрсетіп, суретке түсуге, оны көпшілікке көрсетуге құмар. Артур Төлеповтың спорт залындағы суреттерін қарай отырыңыздар. Иә, расымен де Артур Төлепов өзінің дене бітімі үшін әрдайым күресте және оны мақтан ететін азамат. Спорт залдағы жаттығуларынан кейін әртіс кейде қуана билеп те алады. Міне, дәл осылай. Рензо тобынан әншісі Асқар Ахмет те спортқа жақын әртістердің бірі. Жас бала бос уақытында көбіне спорт залында өткізгенді жөн санайды. Тіпті кейде ринголог ағасы Батырмен де бірге жаттығып тұрады. Суреттерді көрейік. Жас әдемі шыныққан дене ер азаматқа жарасады әрине. Осы үшін Асқар Ахмет спорт залдарынан шықпай замандастарын спортқа шақырады. Оны бұл әрекетін келесі видеолардан көруге болады. Ал Аян Өтепберген спорт залға барып қана қоймайды. Ол бірнеше белгілі спорт түрлерімен де айналысады. Өнер иесінің Instagram парақшасына кірсеңіз, оның шығыс спорт түрлерімен бокспен айналысып жатқан суреттеріне куә боласыз.
Аян тіпті ауласындағы спорт алаңқайында да қарап тұра алмайды. Қолынан келген мүмкіндігі бар жаттығуларды жасап, денесін шынықтырумен болады. Дұрыс қой, ер азаматтың серігі спорт болса керекті. Ал Дастин Шакировтың айналысар спорт түрлері мүлде өзгеше. Үнемі ерекшеленуді қалайтын Дастин таза ауада, тау бөктерінде велосипедпен, атпен шыныққанды жөн санайды. Соңғы кезде отандық телехикаяда спортшылардың рөлін ойнап жүрген Жандос Айбасов та спорт десе шкенасын жерге қоятын көрінеді. Инстаграм парақшасы арқылы спорт залдан шықпайтынын көрсеткісі келетін актердің де дене бітімі шыныққаны көрініп-ақ тұр. Жандос Айбасов мүлде қарап жүрмейді. Актердің тіпті белгілі боксер Қанат Исламмен бірге жаттығып жатқан сәттері де әлеуметтік желіде тарап жүр. Бұл ол үшін әрине қуаныш, әрі мақтаныш екендігі сөзсіз. Белгілі тележүргізуші актер Тәуекел Мүслім бар шарулардың жүрегін жаулағаны рас. Оның әдемі түр келбетімен бірге сымбатты дене бітімі де адамды өзіне тартып тұрады. Мұндай жетістікке актер қалай жетті деп ойлайсыз? Әрине, спорттың арқасы бәрі. Тәуекел өзі ғана емес, достарымен де жаттығып, көңілді кештерді бірге өткізеді. Мәселен, мына бір видеоларда оның жанында белгілі жұлдыздарды көруге болады. Кімді таныдыңыз? Қарап көріңіз. Давай, покажи, что остался от чемпиона. Ер жұлдыздарды қоя тұрып, енді нәзік жандыларға көшейік. Шоу-бизнесте кез келгеннің көш басында болатын Баян Мақсатқызы спорт айналысуда да алдына жан салмайды. Спорт залда да, табиғат аясында да шынығатын продюсер әлде де көпшілікке үлгі болатын сияқты. Баян ханым фотоларымен ғана емес, Инстаграм парақшасында спортпен шұғылданған сәттерін видеоға да түсіріп, көпке жариялап отырады. Продюсер ханымды түрлі спорт түрлерімен байқауға болады. Равновесие. Тяжело, очень тяжело. Ну, я честно поднимаю 15, но это 20. Здесь очень много зависит от техники выполнения, правильно, поэтому я рекомендую вам заниматься только с тренером. Такое приятное жжение, потому что сжигаются ваши ненавистные жиры. Спортпен айналысатын жұлдыздардың бірі Айнұр Исаева. Актриса осы уақытқа дейін бірнеше спорт зал ауыстырғанымен спорттан қол үзген емес. Оған Инстаграм парақшасындағы мына суреттер дәлел болмақ.
Актриса спортпен шұғылданып қана қоймай, пайдалы би түрлерімен де айналысады. Оның әлеуметтік желіге жүктеген мына бір видеосынан актрисаның белсенділігін көруге болады. Бірге көрейік. Әсел Сағатова да қалыспайды бұл қатардан. Актриса спорт залындағы суреттерін Instagram парақшасына белсенді түрде жариялап отырады. Бұл көпке үлгі ме, мақтан ба, өзіне ғана аян әрине. Бұл ғана емес, Дильназ Ахмадиева да спортпен шұғылданатын жұлдыздар қатарында. Өзін де өзгелерді де спортқа шақырып жүретін әнші әлеуметтік парақшасын белсенді түрде жүргізіп отырады. Қайда деп ән шырқап жүрген Ерке Есмахан да қайда жүрсе де спортпен айналысуға тырысады және өзгелерді де салауатты өмір салтын сақтауға шақырады. Құрметті достар, спорт денсаулық кепілі екенін жақсы білесіздер. Және Алматының көптеген тұрғындары осы медеуге баспалдақпен жүгіріп немесе жүріп өтуге денесін шынықтыруға келеді. Міне менде бүгін бірінші күн, менде денемді шынықтыруға келді. Мен бірге болыңыздар. Кеттік. Мінекей, өте жеңіл сондай формада екенмін. Жақсы жүгіріп өттім. Өте қуанып тұрмын. Ал мына видеоларда інжудің ерекше спорт түрімен айналысатындығын байқауға болады. Осылшама қыз-келіншектердің ішінен інжуді таба аласыздар ма? Бірге қарап көрейік. Әнші, актриса Кәмшат Жолдыбаева да Instagram парақшасында спортты насихаттайтын жұлдыздардың бірі. Ол спорт залда да, табиғат аясында да серуендеп салауатты өмір салтын ұстанатын өнер иесі. Және оны әлеуметтік желіге видео арқылы жүктеп отырады. Достар, медеуден үлкен сәлем. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін ауа райы өте чок. Сұлу сымбатын сақтауда көп еңбектенетін Лидода спорт залынан шықпайтын бикештердің бірі. Лидо үнемі жаттығу залынан тікелей эфирге шығып, сәтті суреттерін желіге жүктеп отырады. Бізбен бірге қараңыз. Үнемі қарбаласта жүретін әншілердің бірі Мақпал Исайбекова спорттың адамы. Оның Instagram парақшасынан спорт залынан салынған суреттерді көрсеңіз, таң қалмаңыз. Әнші ашық әрі оқырмандармен тікелей байланыста жүреді. Әнші Мақпал Исайбекова суреттер ғана емес, видеоларында жүктеп, көпшілікпен бөлісіп отырады. Әншінің әдемі дене бітімі спорттың нәтижесі екендігі жасырын емес. Жүктілік кезінде де босанған сонда сырт келбетімен алса бастаған әнші Баян Нұрмышева да спорт залынан шықпай жүр. Оның бұл әрекетін түсінуге болады әрине. Әншіге тез қалпына келіп алуына тілекшіміз.
Спортты сүймейтін адам кемде кем шығар. Бүгінде салауатты өмір салтын сақтайтын жұлдыздар да, қарапайым адамдар да көп. Ең бастысы әркім өз саулығы үшін әрекет етеді. Әзірге осы, келесі құпияларды ашқанға дейін күн жақсы болғай.